Құрметті достар, құрметті ағайындар, менің біліп жүрейік деген жаңадан шыққан айдарыма қош келдіңіздер. Сол себепті мұқият соңына дейін тыңдаңыздар. Қазіргі таңда соңғы 2-3 жылдық статистика бойынша қазіргі таңда мына артымда тұрған түрмеге ДТП мен, екіншісі мал ұрлығы мен ұрлық, яғни оған барлығы жатады, үшіншісі машинистова. Осы 3 бап бойынша мен сіздерге толықтай ақпарат беретін болам. Ол туралы не істеу керек? Қазіргі таңда білесіздер, мысалға ДТП дегеніміз не? ДТП дегеніміз Қазақстан Республикасының 345-ші бабы, Қазақстан Республикасының 346-ші баптары, осы баптар бойынша осы жерде сотталып, соттарын күтіп жататын болады. Ал екіншісі бабымыз, бұл білесіздер, алаяқтық бап. Бұл 190-ші бап бойынша жүзеге асырылады. Яғни бұл дегеніміз, мысалға сіз біреуден ақша алсаңыз, уақытысында бере алмасаңыз деген сияқты, және де тағы бір бабымыз бұл ұрлық, яғни ұрлыққа барлығы жататын болады. Ағайындар, осы 3 бап бойынша мен сіздерге толықтай айтып жеткізетін болам. Сол себепті арнадан алыстамай подписаться жасап, қолдап поддержка беріп отырыңыздар. Рахмет. Я достар, менің де айтқым келгені дәл осындай. Мына жерді қараңыздар, жазып қойыпты. Я, әрине, жастар заңды білмесе, заңды білмеген жағдайда ол қылмыскер атанады, қылмыстың алдын алу керек. Әрине, қылмыстың өтеуі жаза. Сол себепті менің әрбір шығарып жатқан видеоларының барлығын көріп, содан сабақ алсын деймін. Артымнан өсіп келе жатқан жастарға, артымнан өсіп келе жатқан сондай адамдарға менің істеп жатқан ісім, менің ісімді қайталамасын, менің ісімді жасаса, менің күйімді кешет деген мақсатта сондай видеолар салып жатырмын. Сол себепті ағайындар, әрбір салынып атқан видеоға поддержка беріп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қылмыс жасамаңыздар. Қазіргі таңда соңғы 2-3 жылдың көлемінде қылмыс деңгейі өте жоғарылап кетті. Қылмыстың алдын алайық, қылмыс жасамайық. Қылмыстың өтеуі жаза.